Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен Арайдың асханасы күннің ыстық уақытында таптырмас сусындардың бірі каркаде жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге осындай каркаде гүлі қажет. Кез келген базарларда немесе фрукты сататын магазиндерде сатылады. Килограммы бізде 4000 теңге. Кішкене уызын алсаңыздар, соның өзі жеткілікті. Одан соң дәміне қарай қант, жалбыз және де лимон қосамыз. Ең алдымен каркаде жапырақтарын жақсылап 5-6 рет жуыңыздар, өйткені өте лас болады. Одан соң ыдысымызға салып, үстіне суымызды құйып, тек бір ғана қайнатып аламыз. Мінекей осылай бір ғана қайнатып алдық. Осы қайнатқанымыз бірнеше күнге жететін болады. Шетінен жай қосып дайындай берсеңіздер болады. Ыдысымызға дәміне қарай қантымызды саламыз. Мен барлығын көз мөлшерлеп саламын. Одан кейін лимонымызды қосамыз. Менде осы ыдыс, кувшин ыдысы 1,5 литр болғандықтан жарты лимон қостым. Егер ыдысыңыз одан да көп болса, 1,5-2 лимондай қосасыздар. Одан соң жалбызымызды қостық, үстіне біздің сусынымызды құйып шығамыз. Яғни 1,5 литрға 4 ожаудай каркаде сусыны жеткілікті. Одан кейін үстінен мұздай суымызды құямыз. Міндетті түрде суларыңыз мұздай болуы керек. Одан кейін жақсылап араластырып, ұсына берсеңіздер болады. Мінекей түсі де осындай болып шығуы керек. Егер бұдан да қою болып кетсе, дәмі жақсы шықпайды. Мінекей біздің каркаде сусынымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай өте оңай жасалады.